Ассалаумағалейкум бәріне. Бүгін sweep функциясын үйретемін. Бастапқыда скетчті таңдаймыз. Содан кейін жұмыс істейтін алаңды таңдаймыз. Содан кейін айтайық мынандай енді мынандай бір дөңгелек алып бүйірінен сол жақтан дөңгелек алып жасайық. Мынандай бір бірінші скетч алаңын таңдаймыз. Жаңағы оң жақтан басталады. Содан кейін дөңгелекті мынаған туырлап жасаймыз да. Мысалы, дейік 5 мм-лік бір дөңгелек жасайық. Енді қараңыздар. Окей басамыз. Енді sweep функциясын алсақ. Сосын жаңағы салған суретті таңдаймыз. Содан кейін мынау сурет қай сызық бойынша өсу керек, соны таңдаймыз. Бұлай таңдасақ. Окей десек. Мынандай нәрсе шықты. Мындай бір сым жасадық мысалы. Sweep деген функция мысалы бір болт жасағанда мынаны қайттан бастайық. Жаңа сізге мысал келтірейін. Мысалы мен мына жерде бір болтты суреттесем. Так. Ондық бір болт жасасам. Экструд дегенді білеміз уже. 25 мм 36 дейік. 36. Мынандай болт болды, я. Енді қайттан скетчті таңдап болттың түбін таңдайық. 6 болсын. Оның диаметрі мысалы 14 болсын. Окей дейміз. Енді мұны экструд жасағанда бұнда емес, мұнаны экструд жасасақ 36 деп. Содан кейін тағы да экструд деп жан-жағындағыны бір айтайық 5 мм экструд жасайық. Сонда болтымыз пайда болды. Енді бұл болтқа резьба жасайық. Резьба жасайын десеңіз, резьбамыз мына хеликс деген таңдайсыз. Резьба көрдіңіз бе, пайда болды. 12 оборот болсын. Осындай резьба жасалды. Енді қайттан жұмыс істейтін алаңымызды таңдадық. Содан кейін бұл жерге мысалы айтайық мындай үшбұрыш сызайық. Осында үшбұрыш сыздық. Енді осы үшбұрышты аламыз да swipe жасаймыз. Осылай таңдаймыз. Sweep path деген жолы. Өсіретін жолын қандай болады? Соны жасатыз. Сосын соны жасайды. Осындай резьбамыз пайда болды. Бұны қаласақ жаңа үшбұрышты үлкен қылып, резьбаны үлкен қылуға болады. Так. Осындай резьба жасадық. Сонымен sweep деген функция жасаған суретіңізді бір жол арқылы жүргізіп немесе қайта ойып жасайды.
ойып жасау қазір көрсетейін. Ол қалай болады? Remove дейсіздер. Remove деген функция наоборот кесіп тастайды. Ол үшін бірақ суретіңізді басқаша қыласыз. Мысалы, мына суретті бұндай емес. Мысалы, басқаша суреттеу керек. Оны қалай істейміз? Мынаны алып тастайық. Сосын нәрсемізді үйтіп қояйық. Окей дейміз. Енді мынаны remove дейміз. Содан кейін таңдаймызды. Көрдіңіз бе? Ойып тастады. Remove деген ою. Бүйтіп ойып тастайды ішке қарай. Сол жаңағы бар элементіңізді кесіп тастайды. Бұл ою мәселесі мынау экструдта да бар. Мысалы, экструдты бассаңыз remove бар. Бұл жерде де ойып тастайды. Revolve'та да бар. Бұл да пайдалы зат. Осымен бүгінгі сабағымыз тәмам. Сау болыңыздар.